Бұқар Жыра ауданында тұратын Константин есімді жас жігіт әртүрлі үй қояндарын өсіруге ден қоя бастады. Айтуынша қоян етіне сұраныс жоғары. Алдағы уақытта тіпті ірі фермелермен бәсекеге түсу үшін кәсіп көзін ұлғайтпақ. Ерекше бастама жайлы толығырақ тілшімізден естіп білейік. Самый большой из моих кроликов – это кролиха, ее зовут Даша. Елімізде қойын өсіретін фермерлер саусақпен санарлық. Бірақ олардың өзінде орғылақтардың саны тым аз. Кейбірі тіпті ашылмай жатып жабылып қалған. Бұқар Жыра ауданының 21 жасар Константин есімді тұрғыны осы салаға серпіліс беріп, қойын шаруашылығын дамытуды жөн көріп отыр. Ол өз жобасын жүзеге асыруға Бұқар Жыра ауданы әкімдігінің арнайы грантын жеңіп алу арқылы мүмкіндік алған. Қазіргі таңда қояндар алғаш рет көжектеп, саны да арта түскен. Довольно крупного размера. Мына қоян көжегіне 12 күннен асты. Аналық қоян бірден осындай 6-ауын көжектеді. Ірі салмағы да бар, көзін ашып үлгерген. Аудан әкімінің 500 мың гранты арқылы сатып алған қояндардың саны қазірдің өзінде 2 еселеніп қалды. Қояндардың ішінде бельгиялық, француздық, полтавиялық көжектер бар. Олар суыққа тоңбайды, ыстыққа төзімді. Қорасы жайлы, қарны тоқ болса, қоян өсімтал жануар дейді Константин. Қояндардың басты ерекшелігі олардың өсімталдығы. Жылына олар 3-4 рет көжек беретін көрінеді. 1 месяц они носят крольчат. Қояндар адамға тез үйренісіп кетеді. Мысалға, ісім алға басып, санын көбейткен соң, үлкен аталықтарын сатылымға шығаруды көздеудемін. Қазірдің өзінде осы жөнінде келіссөздер жүргізудемін. Әзірге санын көбейтіп, еңбектене бермекпін. 1-2 жылдан соң ғана табыс түсе бастайды деп ойлаймын. Бельгиялық қояндардың үлкені шамамен 12-15 келіге дейін ет береді. Бұл диеталық тағамға қазірдің өзінде сұраныс түсе бастаған. 21 жасар Константиннің кәсібіне айналған қояндардың бұл ең үлкені бельгиялық деп аталады. Бұдан өзге бұл жерде француздық, полтавиялық қояндар бар. Олардың саны әзірге 30-ға жуықтайды. Константиннің сөзіне сенсек, шамамен жарты жыл көлемінде бұл жердің көлемі де ұлғайып, қояндар саны 70-80-ге жуықтайды деп отыр. Осы арқылы Константин өзінің кәсібін алға сүруді жоспарлап отыр. Бұқар Жыра ауданы әкімдігінің гранты биыл 30 жастың жобасы жүзеге асуға септігін тигізген. Сәйкесінше жылдық грантқа бөлінетін қаржы көлемі де ұлғайған. В районе большое внимание уделяет. Аудан жастарын кәсіпкерлікке тарту, кәсіпкерлік, шағын және орта бизнес бойынша оқыту мықтап қолға алынған. Биылдың өзінде осы мақсатта 15 миллион теңге бөлінді. Грантты жеңіп алушы жастардың саны артуда. Биыл 70 өтініш келіп түссе, оның 30-ы жеңімпаз танылып, қаржылай қайтарымсыз қолдауға ие болды. Осылайша ауданда шағын және орта бизнеске жеке шаруашылықты түлетуге ден қойған жастар саны артуда. Ол сәйкесінше жұмыссыздық деңгейінің төмендеуіне мол мүмкіндік беруде. Мақсат Бейсенаев, Рустам Беков, Зарина Зулпыхар, Сарыарқа телеарнасы.